ортада Ерасыл болды. Үміткердің көңілі тоқ емес, сондықтан бізде үміткердің өзі ара қатынасты тоқтатты. Кеше Альмираның көз шалып емес, көріп қойған ғой енді. Біздің Аяна қызбен бірге жеке сөйлесіп тұрған екен. Әңгіме барысында Аянаның айтуынша, біз бәріне нүкте қойдық. Аға қарындас, жалпы дос болып араласатын болып шештік деседі, бірақ артынша Аяна ренішін білдірді Ерасылға. Неге? Біз аға қарындас болып араласатын болып шешкеннен кейін маған жазасыз деп. Одан бөлек үміткерлерімді қайтарам деген әңгіме болды деді Альмира. Өзім қаяқтан естіген білмеймін, бірақ екеуі де онда әңгіме болған мойындап отыр. Әрмен қарай, Әлмекош, өзіңде. Я, Аян, микрофон қолың алсаң. Неге енді көңіл күйің түсіп отыр? Көңіл күй түсіп отқанда Альмира ханым просто мына жақта қатысушылардың барлығы атылып, елдің көзінше мені бір жаман қыз қылып көрсетіп қойды да. Ол үміткерді ақбыт атылы ғой. 1000 адамға татиды ол. Менің үміт... Айтып кетейін мен саған, бағаннан... Айтам. Тимурказ күте тұршы. Айтып мен айтам. Үміткерді қайтарам деп айтқаным рас. Себебі... Себебі сын көз, сырт көз сыншы дейді ғой. Сырттан көп адамдар кеп маған әңгіме айтып кетті да. Сенің інің сияқты көрінеді, үйтеді, бүйтеді, сөйтеді деп. Жоқ, сол әңгімені просто екеуміз сыртта тұрғанда сондай әңгімелер болды. Кім? Аяна? Сендер мен айтам да, осы жобаға келесіңдер да, мұқтаж жақтарың вообще көрініп тұрған жоқ қой. Келген үміткерлеріңді бұлай ұстап, сендер кішкене сыйлап. Кім сен, Ерасыл, саған вообще түсінбеймін. Кеше ғана сен қарсы ебатыр едің ғой, олай істейтін отношенияларға қарсымын, кету керек деген. Кететін сенсің, екеуің қосып кетсеңдер қалап тұрмын да. Отношенияны сыртта істеңдер. Келген қаншама үміткерлердің көкіректерін көтеріп отырсыңдар. Неге сыйласты қыз баласы еп отыр, Ерасыл? Сен постоянно үміт елесі еще сен Айбекті алып барыпсың қасыңа. Сен Аяна айтам, Аяна сен айтады, өзің повод бермесең, ол келмейді саған, айналайын, мен кетіп бара жатырмын. Жоқ, Ләззат. Ерасыл, мен ішімдегін айтып алайын, Ерасыл, это не первый раз. Бұл жерде олай ойнаспақ қой. Кеше десе моншақ беріп атсың, комплект сыйлап атсың. Неге сен сол үміткеріңе бермейсің? Келген үміткерлерді сендер вообще сыйламайсың, қайтарып атсыңдар. Ел халық айтады, осы қатысушылар осындай деп. Осынан кейін біз мұқтажбыз, бізде сендерлердің кесірінен мұқтаж адамдарға келмейді, үміткерге зар болып отырмыз, а сендер оларды қыдырмейсіңдер вообще. Ерасыл, сөзің аузында, мен Ләззат ханымды қолдаймын. Мен басында да айттым, қазір де айтам, саған да айтам, Аяна. Сен өзің поводты бәрін бересің. Жоқ. Мен айтайын сосын. Тұра тұр, Тима. Бұл жақта маған Аяна ешқандай повод беріп атқан жоқ. Тұра тұршы, Аянам. Мен бітірейін. Жоқ, мен бітірем, сосын айта бересің сен. Қара, кешеде мысалы, одан алдында бір сыйлық гүлің келді, оны қабылдадың. Кім біледі ол кімнен келген? Одан кейін тәттілер кеп тұр. Оларды қолыңа ұстап тұрсын да, сосын яқтан сын келгеннен кейін тәттілерді қойып кетіп атсың. Мен саған тағы бір рет айтам, Аяна, ты сама еще не знаешь, что тебе нужно. Сендер мұқтаж болып келдіңдер ма? По факту отырыңдар да тыныш өздерің бақыттарың іздесеңдерші. Мен сендер түсінбеймін. Бір-біріңмен қосыла бересіңдер. Сосын сен маған сен, короче. Сөз сондай, тана көзін сүзбесе, бұқа жібін үзбейді. Сен өзің повод беріп атсың да. Содан кейін бұяқта Ерасыл, Жаңғазы, солар саған сөз айтып атыр, саған қырыңдап атыр. Саған ол ұнап атыр просто. Жоқ, Тима. Болды. Бұл сөзіңе мен қосылмаймын. Аяна маған ешқандай повод беріп жүрген жоқ. Бүкіл халықтың көзінше, бүкіл қатысушылардың көзінше айтайын. Маған ешқандай повод беріп жүрген жоқ. Жазып жүрген мен чотам. Ерасыл, сіздікі дұрыс емес, және Аянаныңкі да дұрыс емес. Үндемей жүріп қыздар, үйдей пәле шығарасыздар. Кеше мысалы келді, қандай үміткер Асхат Мырза барлығын жасап отыр. Сіз отырсыз А, Б. Если вы хотели бы, блокқа тығып тастамайсыз ба Ерасылды? Бұл жерде қыз баланы не істеп ойлаймын мен. Вы сами даете повод. Захотели бы, блокнули бы, и все. Жоқ, қалай түсінбейсіздер, ешқандай. Сыртта Ерасылым екеуміз көрдіңіздер, мана суреттен біз вообще араласпаймыз ғой бұл жақта. Біз жерде отырмыз 30 адам, сізге қарап, сіз өзіңіз білмейсіз, что вы хотите? Нақты айтпайсыз ба, Ерасыл, мен керек емес, или керек? Жуля, маған ешқандай повод беріп жүрген жоқ, мен шын көңілмен айтайын. Повод беріп жүр. Повод беріп жүрген жоқ, мен повод берсе, повод беріп жүр деп айтатын едім. Ерасыл, енді осы жерде сөзіне қосылам, себебі қай кезде болса да Аяна екеуі сөйлесіп жүреді. Повод бергенің өзі сол, неге сөйлеседі ол? Біз сөйлесіп қалғанымыз кеше ғана шығар сөйлесіп қалғанымыз. Оның алдында біз вообще бір-бірімізбен жақындаспаймыз да.
Ерасыл, мен сені түсініп тұрмын, сен деген өзің ұнататын қызы барынша барлық қатысушының пікірінен сен қолдағың келіп отыр. Мен сені түсінемін, мен еркектің тарапынан. Жоқ, сендер жала жауып атқан соң мен қолдағым келіп отыр. Мен айтып бітейін, иә. Повод беріп жатыр деп жала жауып атсыңдар. Сол үшін мен қорғағым келіп Ерасыл, отыр. мен саған айтып жатырмын, тыңдап алсай бірінші. Сенікі дұрыс, адам ұнататын қызы туралы жаман нәрсе айтқанды ешкім қаламайды. Сен ол жағынан дұрыс әрекет істеп жатырсың. Бірақ шынымен де Тимур да Джулия да дұрыс айтады. Жел тұрмаса, шөптің басы никогда қимылдамайды. Ол сенімен сөйлескісі келмесе, заблокировать етіп тастаса, немесе осы жаққа келген кезде сенің жаныңда жоламай жүрсе, 2 метр аулақ жүрсе, сен де оған ондай сыйлық сыйламас едің. Енді мені тыңдаңыздар, өтініш болды, барлығыңыздың сөздеріңіз тыңдадым. Мына жақта сыртта жүргенде біз Ерасыл бір-бірімізге просто былай жасаймыз да, одан кейін мүлде сөйлеспейміз. Кеше Альмира ханымның көргені ол мына эфирде болған жағдайды мен анық-қанығын білгім келді. Неге именно эфирде? Мына жақта мен үміткерім отқан соң мен ондай сұрақтар қоя алмадым ол кісіге. Сыртқа шыққан соң қояйын деп шештім. Бірақ WhatsApp желісінде сөйлесетіндеріңіз өтірік емес қой. Енді айтып алайын, Альмира ханым, рахмет. Аяна, маған мінез көрсетіп отырсыз ба? Мен шындықтарыңызды айтады екен, мен кінәлімін ба? Онда шығып кетіңіздер жобадан. Енді жаңағы айтып отқан әңгімеңіз есі дұрыс адамның әңгімесі ма? Үміткермен бәрі сыртта інің сияқты деп айтқаннан кейін мен тоқтататын болдым деген. Дұрыс әңгіме ма, Аяна? Ол үміткердің намысы жоқ па, досы жоқ па? Онда күні кеше неге қайтармадың? Мен мына жақта Рахмет, Аяна, мен бітірген жоқпын әлі аяғында. Не сыйластық үміткерге? WhatsApp желісіне сөйлеседі екенсіңдер. Я, Джулия дұрыс айтады. Егер қыз қаламаса, шынымен де қара тізімге енгізеді ер азаматты. Демек, сіз үміт бергенсіз Ерасылға. Ерасыл соны пайдаланып күнде жазып, тәттілерін ер азамат құрдан құр алып келмейді қыз баласына. Оны да өздеріңіз ақылдасып істегенсіздер. Ашайық бар мәселені, мен естіген бәрін айтайын. Ал мына ақылдасу дұрыс әңгіме ма, Ерасыл? Сен үміткерін қайтар, мен де қайтарам. Ал қайтарасаңыз осы жерде Асхатқа қош бол дей салыңыз дәл қазір. Ондай әңгіме болған жоқ, мен Ерасылға айтқан жоқпын ештеңе. Жаңа ғана мойындаған жоқсыз ба? Мен ауадан алдым ба? Айтқан жоқпын дедім. Оны Ерасыл білмейді. Оны сіз ғана естідіңіз. Альмира ханым, өтініш айтып кетейінші. Жоқ, екеуіңіз сөйлескен жоқсыздар ма? Ондай тема болған жоқ біздің. Альмира ханым, шынымен де перепискамда көрсете алам. Екемізде үміткерді қайтарам деген әңгіме болған жоқ. Шынымен болған жоқ. Ол Альмира ханымның естігені, оған Ерасылдың қатысы жоқ. Жоқ, кеше сіздер Ерасыл, Аяна, сіздер кеше 19 миллион халықтың алдында біз отырмыз мына жерде. Болды, нақты нүктесін қойдыңыздар ғой. Одан кейін не себеп сіздер неге кездесесіздер? Білесіздер ғой, бүкіл жерде сіздерді ел таниды дегенде. Не үшін? Или эфир жасағыларыңыз келіп отыр ма? Түсінбей отырмын мен. Мүлдем. Мен эфир жасап, айтып бүйтіп, қызбен ойнап, ондай жігіт емеспін, шыны керек. Мен үміткерге сыйластық танытпағаныма бүкілінен басым дейіп тұрып кешірім сұраймын, ағайын. Өтініш, мені түсіне көріңіздер. Бірақ та шынымен де Аян аға деген ішімде бір нәрсе бар екені өтірік емес. Аяна ұнайды ғой. Ұнайма қыз, енді ашығын айт. Альмира ханым, естігенімді айтайыншы кеше. Жо, мен сөзімді аяқтап алайыншы. Аян аға енді іште бір тартылыс шынымен де бар. Шынымен де бір танысып көргім келеді. Мен Аяна, бірақ бұл жерде Аяна повод беріп жүр деген әңгіме емес. Мен просто бір капелька болсын бір нәрсе байқадым. Бірақ оны повод беріп жүр деп сіздер шатаспаңыздар. Ерасыл, бұл ситуацияның бәрінде кінәлі сен. Сенен басқа кінәлі адам жоқ. Қара, мына жерде повод. Сен қатысушысың, сен бәрін білесің. Екеуің жазбасаң, не істемесең, бұл қыз жаз. Сіз, Аяна, сізді. Сендердің сөздерің түсінсем бұйырмасын бар да, бір күні бұлай. Жоқ, неге Ерасылды жерден алып жерге салып жатырмыз, құрметті қатысушылар? Енді жігітке мен айтып отырмын ғой, үміт бермесе, бұл екі тараптан бір-біріне қарай сезім болмаса, бұл дүние болмайды, бұл әңгіме болмайды мүлдем. Егер қыз қаламаса деп отырмын. Альмира ханым, қыз қалап тұрды. айтып кете салайыншы өзімдікін. Айт. Маған Ерасыл ешқандай да жігіт ретінде ұнамайды.
ұнамайды. Мені мына жақта қорғап әуре болмай ақ қойыңыз. Мен өзімді өзім қорғаймын. Мына жақта шығып жатқан әңгіме шынында сіздің жасаған іс-әрекеттеріңіз мені жаман қыз қылып көрсетіп жатыр мына жақта. Маған қатты ауыр тиіп жатыр мына нәрсенің бәрі. Жоқ, не үшін маған ренжіп жатсың? Мен айтып жатырмын ғой, барлық кінә менен. Не істейін, камераға бүйтіп тұрып айтайын ба? Ғой енді менің үміткерім бар. Сыйлық жіберіп неге олай жасайсыз? Жарайды. Мен алған жоқпын. Үміткерің болса, неге онда мен бағана айтып өттім ғой, тәттілердің пакетін алып тұрдың да үміткерің қасында. Сөйтіп неяқтан сын келгеннен кейін, деп барып қойып қойдың. Сен неяқ сразу айтпайсың, мен алмаймын, керек емес кім жіберсе де. Менің өз үміткерім бар деп неяқ тұрмайсың сода. Қазірде айтып отқан әңгімең, ой біз аға, іні, ой, мен сестрасы, ол менің інім сияқты деп. Жігіттің нормальный келген саған. Неяқ маған хотя бы сондай қыздар келмейді. Неяқ мен соған зар болып күтіп отырмын. Сендерге келетті, сендер апыр-топыр, өтірік істеп тастайсыңдар. Альмира ханым, мен Ерасылдың сезімін қабылдамаймын. Мен өзім үміткеріммен жалғастырамын. Әңгімені болды, жабыңыздаршы. Мұнданда қыздар жігіттер сендер во-первых Аянадан бәрің үлкенсіңдер. Қыздардың арасында ең кішкентай қыз осы болып тұр. Сендерге өздерің сөздеріңмен бұл қызды тупа жылатып отырсыңдар. Және де осы жерде айта салайын, Аяна ешкімге осы уақытқа дейін Жанғазыға да, Ерасылға да ешкімге повод берген жоқ. Бұл қыз өз үміткерімен осы жерде таныстық жалғастырған болатын. Және де әлі де жалғастырады, мен оған сенемін да. Қара, мен тыңдап ал. Бұл кеше не үшін жалғастыр таныстықты? Өткені Ерасылдың тәттілер келіп тұрды ғой ортаға. Қазір бұл жоқ, тоқтамай айтып өтейін. Таныстықты тоқтатқан жағдайда, мына жақта сондай бір пікір келетін еді, бұл Ерасылды ұнатады деген. Соны шығарғысы келмеді, содан кейін бұл жалғастырды, түсіндің бе? Сендер Қыздар, жігіттер. Рахмет, жігіттер. Рахмет. Ерасыл, рахмет. Сезіміңді қабыл алған жоқ Аяна? Иә, ертең енді Аянаның үміткерін күтпей ақта қояқ, мүмкін ол жігіт келмейтін де шығар, осындай төмендеткен әңгімелерден кейін деп ойлаймын. Келсе, мен ду қол шапалақ соғатын едім, оның сондай жауапкершілігіне, егер де Асхат көріп отырсаң. Ал келмесе, онда таныстық тоқтады деген сөз. Ендігәрі Аяна екеуіңді көрсек, бірдей жобадан кетесіздер. Түсіндік қой. Аға қарындас деген бұл жобада жоқ. Тағы да қайталап айтам, мен талай дүниенің дәлелін көргенмін. Ой ағам сияқты, ой қарындасым сияқты деп ертесі күні сөз салып кеткен. Я, Шерхан? Оны Шерханның өзі де мойындайды. Альмира ханым, бір ауыз айтсам болады. Сосын, қыздар жігіттер, мінездеріңізді қалталарыңызға салып қойыңыздар, маған көрсете бермей. Мен сіздерге өз мінезімді артығынан көрсетсем, әңгіме жаман болады. Мейлі, я, мен дөрекі шығармын, бірақ сіздерге дәл осылай дөрекілік көрсетпесе, сіздер басымызға әңгір таяқ ойнатасыздар. Сіздер бізді сыйлап отқан жоқсыздар дәл қазір. Сыйласаңыздар, дәл осылай көзімізді бақырайтып қойып, үміткердің көзін бақырайтып, сыртта кездесу жасап, сыртта WhatsApp желісі арқылы ақылдасу орын алмайтын еді. Бізді жынды қылмай-ақ қойыңыздар. Қасымхан әңгімеден, сөзден құтылып кету үшін, мұнда, я Анара ұнай салдың дедің, әңгіменің ашығы сол ғой. Мұнда тұр бәрі, өй соңына дейін бар дегенде ғана, я соңына дейін барам, ертең, күні ертең Қасымхан, ой Анара жоқ деді, болды деп сүттен ақ зұрыңызды құтылып кетеді, ертең көресіңдер. Неге өтірік әңгіме? Не үшін, не керек бізге бұның бәрі?